Алдар көсе ме екінші бай. Алдар көсе қойларын айдап келе жатса, алдынан бір бай шығып, қос өгізмен жер жыртып жүр екен. Алдар көсе сәлем беріп, бұл жерде не істеп жүрсіз дейді. Бай екен, жай жер жыртып жүретін дейді. Ал сен не істеп жүрсің дейді. Мен қойларымды егіске айдап жүретін дейді. Ол сіз жатып демалыңыз, мен мына өгіздеріңізге қарай тұрайын дейді. Ол келсе кетіп, бай екен ұйқыға жатады. Ол қырдың ар жағына барып, өгіздердің құйрықтарын жұлып алады да жерге қадап қояды. Бай екенге барып, мына өгіздердің мінезі осындай ма еді, әлде мен айдағаннан кейін сондай ма еді дейді да шаншылып тұрған құйрықтарды көрсетеді. Бұлар қайдағы жерге кіріп кеткен? Бұлар жерге кіріп кетпейді ғой дейді. Содан кейін ол барып қараса, олар шаншылып жаттып, жерге кіріп кетіпті. Ол сол құйрықтарды тартып алмақшы болып еді. Алдар көсе, тартпай ақ қойыңыз, қазір құйрығын жұлып аласыз ғой дейді. Бұған ашуланған бай екен, оған көнбей тартып қалып еді, құйрықтары жұлынып кетеді. Ол, мен сізге айттым ғой, жұлып аласыз ғой деп. Содан кейін алдар көсе өгіздермен қойларын айдап үйіне қарай кетеді. Содан кейін ол өз мұратына жетіпті.